Астанадан ел үдере көшуі мүмкін. Шаһар шекарасы кеңейіп, халқы күн санап өсіп жатыр. Ал зәулім үйлердің суы мен жылуына бас қатырып жатқан ешкім жоқ. Кесірінен Қараша баспанасында бүрсең қағып, ақырында климаты қолайлы қалаларға қоныс аударуы бек мүмкін. Санат Нұрбай бұл олқылықтың ақ-қарасын анықтауға тырысты. Қаланың құрылысы қарқынды өсіп, халық саны жыл сайын артып келеді. Ал оның суы мен жылуына бас қатырып жүрген құрылыс компаниялар жоқ. Жерді алады, зәулім сарайлар салады. Бейберекет салынып жатқан бұл тұрғын үйлер бірер жылда не сусыз, не жылусыз қалуы мүмкін. Не істемек керек? Жалпы бұл мәселенің шешімі бар ма? Келесі жылда жылу жетпейді. Егер ТЭЦ салынбаса, егер дәл осы темппен үйлер салынса, жетпейді. Халқы баспанасыз болса да, тұрғын үйі көп, ел астанасы бол. Жері кең болса да, бір-біріне жапсарлата салынып жатқан сарайларға тоқтам болмай тұр. Құрылысты тоқтатпаса, қаһарлы қыста шаһардың шаруасы бітеді дейді Дидар Смағұлов. 10-15 қабатты үйлер, бірақ оған бізде жылу жоқ. ТЭЦ-сіз жылу жетпейді. Менің білетім бойынша Теплотранзит оны әкімге айтқан кезінде. Болды, қойындар, салмандыр үйлерді, жетпейді қуаттарымызды. Бірақ оған қарамастан Күлгенов мырза бүкілдерге рұқсаттарды беріп, үйлерді салып жатыр. Жылу жүйесін жөндеуге қыруар қаржы да бөлінеді. Ол да мәселенің шешімі емес. Шешімі жылу қазандықтарын салу. Жылу магистральдарын ремонт жасауға 183 миллиард теңге жұмсалған. Ол қайда кетті? Соны тексеру керек. Онан кейін үшінші, әрине өзіңіз айтып тұрсыз, мынау қалаларды дамыту жоспарын жасаған кезде, осы қалалардың халықты жылумен, электр энергетикасымен қамту жағдайын қарастыру керек. Рамазан суық болса да, үйге түнеуіме тура келеді дейді. Өйткені түнде құбыр жарылып, су басып кетеме деп алаңдаулы. Супруга и маленький ребенок. Әйеліммен 6 айлық баламды туыстарыма жіберуге тура келді. Мына үйде өмір сүру мүмкін емес. Өзім қалың көрпелер әкеліп жан бағып жүрмін. Электр жылытқыштарын қосқан боламын. Олар күйіп кетіп жатыр. Тұрғын үй салуды тежемесе, инженерлік коммуникацияның мүмкіндігі жетпейді. Кей үйлерге кешкілік судың күші жетпей қалады. Бұл да халықтың көбейгендігінің белгісі. Бізде су жоқ. Айландырған үш табақты жуатын бір қасық су таппай отырмыз. Бұл қашанға дейін жалғасуы мүмкін. Мамандардың сөзіне сүйенсек, құрылыс компаниялар халықтың қаржысына үй сала бермей, бір кезек су мен жылудың да сапасына көңіл бөлуі тиіс. Санат Нұрбай, Айтуған Бағланов, Еуразия бірінші арнасы.